Міне Индира, олардың жолдары бұрынғы центрлердегі бұрынғы үйлер ғой мынау. Осындай қисық жолдар. В общем, кейбірінде басқа жолмен кетіп қалсаң, таба алмай қаласың. Особенно Милан, Рим да, оларда мысалы ортадан басталады да, и как солнышко сияқты жолдары. Бұларда, видимо, холмы, горы, поэтому прям түзеу емес, сосын жолдары қара, кішкене үңгір. Міне жаңбыр жауса, бәрі осы неге стокқа кетіп қалады. Сол үшін тап-таза болып тұрады. Сосын міне нелер, андай канализационный крышкалар. Сосын мен байқағаным, сол крышкаларда әрі қаланың өзінің аты жазылып тұр. Әрі крышканың номері бар сияқты. Сол үшін біздегі сияқты металлоломға ешкім тапсырмайды. Сол үшін порядок болып тұр. Так. Міне канализациялар. В общем, особенно октябрьларда оларда прям бітпейтін жаңбырлар болады. Сол жаңбырдың суы қайда кетеді десең, бәрі осындай стоктармен жол деген құрғақ болып тұрады. Сол үшін сток бүйтіп жасаған. Так, үйлерден аққан сулар мұнда кетеді. Солай. Бүгін тып-тыныш, жұрттың бәрі үйлерінде жанұясымен жиналып тамақ ішіп жатыр. Бір-бірімен араласады. Сөйтіп бүгін ертең уақытын өткізеді жанұясымен.